мына жерде внутренний мына жерде бұлшық ет болады, мына омыртқа мен жамбасқа келетін ше. Осы бұлшық ет кейде зақымданады. Кейбір адамдар болады, бүйтіп тұрып қараған кезде бүйтіп жанынан қарайсың ғой, іші алды қарай шығып кетеді да, құйрығы бүйтіп тұрады ше. Балдарда әсіресе ше, қарны бүйтіп кетіп қалады. Мана бұлшық ет дұрыс жұмыс жасамағаннан. Мынау дұрыс жұмыс жасау керек қой. Мынау да зақымданады көп жағдайда. Орнына келмейді. Міне мынаумен біздер именно жұмыс жасаймыз. Бұл висцераға жатады, бірақ айттық қой, висцера деген зат бар дедік қой, ішкі ағзалармен жұмыс жасау. Біздер мысалы мынаумен де жұмыс жасаймыз. Мына бұлшық етті босатқан кезде анау артқа қарай шығып тұратын құйрығы былай қарай кетіп қалады да, іші бүйтіп алдыға қарай шығып тұрады, бүйтіп жанына айнаға бүйтіп қарасаңыздар, кейбіреулер сөйтіп тұрады. Мына мышцадан да осы көбінесе. Осымен жұмыс жасаған кезде ол орнына келеді. Бұның бұйырса мен осы құйрығы шығып тұрады, қарны алдыға қарай бүйтіп тұрады. Мына бұлшық еттің бастың өзінің шофтары бар. Адамның басының өзі 23 сүйектен тұрады. 23 сүйектен Алла тағала солай жаратқан конструкция. Жаңа ликвор деген сұйықтық, қазір көрсетеміз оны. Мына бастан бөлінген кезде мынау жайлап ашылады, өзінің нелері бар. Мынау мысалы мынау алдыңғы бас, мынау арт. Мынау былай қарай бүйтіп ашылады ғой, гүл сияқты. Ол деген бүйтіп нәм болып ашылып кетпейді, чуть-чуть. Мына теменной кость екі жағы былай қарай бүйтіп ашылады, чуть-чуть. Өзінің қозғалысы бар да. Мына екеуі екі жаққа қарай, мынау екі жаққа қарай бүйтіп. Мынау шофтар. Жаңағының ішіне кірдік міне өзі. Мына твердый мозговой оболочка мына сырты. ТМО дейді. Мына көрдіңіздер ме? Венозный қаншама біздің тамырлар бар да. Бастың сүйегінің астында көріп жатсыздар ма? Кислородный голодание деген зат бар, мысалы да, гипоксия деп айтады, балдарда, әйелдерде, мысалы екіқабат кезінде. Мыналардың барлығы дұрыс жұмыс жасамайды ғой, кислород жетіспейді. Демалып дұрыс істеп тұру керек қой. Демалады, енді мына жерде бар ғой, бауырлар, кейде адамда механический жаңағыдай, мысалы, блокировка болса, механический жұмыс жасау керек онымен. Сен системаның, машинаның системасы сияқты да, бір өкініштісі ғой. Сен оған қанша антифриз қой, насос қой, ана система бітеліп тұрса, ол бесполезно да. Механический әсер ету керек болады да, сүйекті ашып ше. Остеопаттар сонымен жұмыс жасайды. Мен практикамда мысалы бір неше жылдан бері, 7-8 жылма бір адам басында травма болған сондай келді да, емін, Алланың қалауымен ғой, емін таба алмадым деп, Өзбекстанға да барған. Жұмыс жасап 3-4 күннен кейін обезболивающий бәрін қойды да, қалпына келтіргеннен кейін. Венозный система ғой. Жаңа әрбір сүйектің астында әрбір шофтар тұр ғой жаңа. Соның барлығы бекер емес, астында өзінің венозный системалары бар. Біз соған әсер ету арқылы жолдардың бәрін ашамыз, мойыннан бастап. Әрі қарай кете берейік. Жаңа айтқандай, желудоктар. 3 желудок бар, 4 желудок бар біздің немізде. Мынау мозжечок. Осы міне желудоктар арқылы бөлініп, ликвор деген сұйықтық. Стрелкамен көрсетіп қалам. Мына омыртқа жақ қой. Омыртқамен денеге тарайды ғой. Ликвор деген сұйықтық. Краниосакральный остеопатия деген нәрсе сол ликвордың былай айтқанда организмдегі ағзадағы қозғалысын қалыпқа келтірумен айналысады, қысқаша айтқан кезде. Ары қарай жүре берейік. Міне мына ішінен қарағандағысы. Желудоктар, мозжечок. Кете берейік ары қарай. Жаңа айтып жатыр, бас сүйегі, мана айттық қой. Ары қарай жүре берейік. Енді бар ғой, мына жерде ішкі ағзаларға кіріп жатырмыз. Мына жерде не деген бар? Көгет деген бар. Мына қабыртқаның астында. Кейбір адамдар болады да. Қазір сондай проблемасы бар адамдар болса, айтсаңыздар болады, осы жерде жұмыс жасаймыз тоже. Адам ауа жетпейді өзіне өзі. Былай қарайды, нормально сияқты, бірақ дұрыс ауа жетпейді. Өкпе, біздің екі өкпе полноценный ашылмайды да. Үстінде көгет бар, диафрагма деп айтады. Сол былай қарағанда блокировка болып қалады ғой, жабылып ше. Адам жүрген кезде өзінен өзі бір шаршап қала береді, ауа жетпейді ше, бір тыныш істемейді сияқты болып сонда ол сезіп тұрады. Мынаны ашқан кезде диафрагманы кәдімгідей ана бір цилиндр істемей тұрған машина сияқты 2 цилиндр істегендей кәдімгідей ощущение береді. Кейде сондай пациенттер, сондай адамдар болады, келеді, кәдімгі ауа жетпейді. Жұмыс жасап, диафрагмамен жұмыс жасаған кезде көгетпен қалпына келтіріп. Өкпе полный ауа кіріп, полный ауа шығады ғой, полный ауа кіріп шықпай қалады да.
Ол түрлі жағдайдан болады. Өткенде біздерде пневмония болды мысалы да. Өкпенің қазір өтеміз, өкпенің сыртында қабығы бар тоже, плевра дегенше. Жүректің сыртында да перикард болады бізде ше. Соның бәрі кейде жаңағы салқыннан, вирусный аурулардан анау деген бүрісіп до конца ашылмай қалады. Оны механически жұмыс жасау керек. Сен дәрі ішем, ол да көмегі бар, вирусқа неге ана механически кейде қалпына келтіру керек болады да, ашып ше қозғап. Оны массажистер, тағы біреулер ондай нәрсемен айналыспайды. Оны именно остеопаттар жұмыс жасайды осымен, ішкі ағзалармен ше. Біздер осы остеопатияның 3 түрінің 3-інде мен осыны оқыдым да. 3 түрімен де мен жұмыс жасаймын практикамен. Әрі қарай жүре берейік. Мына омыртқамыз ғой біздің. Мына омыртқада мына жерде мана бірінші келген ағамызға біз айтып жатырмық. Мына жерде мына бұлшықеттер болады. Бұл массажистер бұған кіре алмайды. Прицельно жұмыс жасау керек. Кейде осы бұл сондай бұлшық ет Алланың қалауымен. Мынау деген блокировка болса белгі ұстап қалады, жібермейді. Әр омыртқалардың арасында болады да, талшық сияқты, ана омыртқа мүжген кезде арасында иттер болады ғой, малдың. Сондай сияқты да. Бұл массажистер сіздің омыртқаңызды қозғамайды, омыртқамен олар вообще жұмыс жасамайды. Мына жердегі үлкен жаңа бұлшықеттермен жұмыс жасайды да, мынаған вообще кірмейді. Кейде осы блокировка болған себептен адам қатты қозғаған кезде ұстап қалады, жібермейді, осы бұлшықет көбінесе. Біздің практикамызда осымен жұмыс жасаған кезде жібереді да, ары қарай. Жаңа айтқандай ішкі ағзалар ғой біздің.